заттардың сызымы. Дайынбыз ба? Жақсы. Дайын болсақ, балалар менің алдымда номерланған асықтар бар. Қазір осы асықты иіремін. Келіп аламыз. Кімнің қолына қай номердағы асық тиді, сол сұраққа жауап береді. Так, дайынбыз ғой, иә? Бастаймыз. Кәнеке шығамыз. Қазір асық иіремін. Номерлі асық кім алды бізге? Мөлдір алған екен, иә? Қысым дегеніміз не дейді? Жақсы. Екінші номер басып қандай сұрақ екен қарайық. Қысымды өлшейтін шама дейді. Қысым паскальмен және миллиметр мысына қағидасымен өлшенеді. Жақсы. Газ қошымен сығылған кезде қысым күшейеді. Газ қысымның көтерілу себептерін түсіндіріңіз. Газ болған кезде азаяды да молекулалар жақпайды. Сөйтсе ыдыстың қабырғасынан ұсақтың суы артады. Сол себепті қысымы да артады. 10-шы номерлі асық. Сұрақ, артериялық қысым дегеніміз не дейді? Артериялық қысым қан тамырларда өлшенетін қан қысымына арнайы аспаптың көмегімен өлшенеді. Келесі 11-ші номерлі асық. Сұрақ. Адамдарда артериялық қысым қалай өзгереді? Қысым көтерілген сайын адамның қан тамырлары кеңейеді. Ал егер қысым төмендесе, онда адамның қан тамырлары керісінше тарылады. Жақсы, отыра. Сонымен үй тапсырмасын пысықтадық. Суретте не көріп тұрмыз, балалар? Қозғалыс және адамдардың жүгіріп жүргені, ойнап жүргені, велосипедте жүргені. Иә, қозғалыс өмір. Иә, біз осы қозғалысқа байланысты тарау өтіп жатырмыз, иә? Соның ішінде бүгінгі өтетін тақырыбымыз осы тақырыпқа байланысты болады. Енді ол қандай тақырып екендігін қазір біз видео көрсетілімін көріп алайық. Олар бүкіл денеге тірек бола отырып, дененің әлсіз жерлерін зақымданудан сақтап, адам қозғалуына мүмкіндік береді және бұлшықеттердің қосылу нүктелері болып табылады. Ми сауыты миды қорғап тұратын ондаған сүйектерден тұрады. Кеуде, жүрек, өкпе сияқты маңызды мүшелерді қамтиды. Біз көптеген омыртқа сүйектерінен тұратын омыртқа жотасының көмегімен аяқпен тік тұра аламыз. Біздің қолдарымыз көптеген сүйектерден құралған. Ал енді видеода не көрдік? Не туралы? Иә? Әрбір адамыз 200 сүйектен тұратын көрдік. Не туралы? Және адам қаңқасы 4 бөлікке бөлінетінін. Яғни бүгінгі сабағымыз не туралы, иә? Бүгінгі сабағымыз қаңқа туралы, иә? Адамның тірек қозғалыс жүйесі. Сабағымыздың негізгі мақсаты адам қаңқасының құрылымын сипаттау және бұлшықет құрылымын сипаттау. Бастаймын. Бірінші топ бізде қаңқа. Қаңқаның құрылысы. Қаңқа, адамның қаңқасы тірек қозғалыс жүйесінің пассив бөлігіне жатады. Қаңқаның негізгі міндеттері тірек қорғаныс және қозғалыс. Тірек ол адамның берік тірегі әрі орнықты сүйегі болып табылады. Және адамның пішінін сақтауға көмектеседі. Қорғаныс адамның ішкі құрылыстарын қорғайды. Және бас сауыты миды қорғайды. Қаңқа адамның қозғалысына келтіріп отырады. Қаңқаның бөліктері бас қаңқасы, тұлға қаңқасы және қол аяқ қаңқалары. Бас қаңқасы бет сүйегі жатады, төбе сүйегі жатады, бет сүйегі жатады, төбе сүйегі жатады, самай сүйегі жатады, боран сүйегі, маңдай сүйегі, үстіңгі жақ сүйегі, астыңғы жақ сүйегі жатады, және сүйегі жатады.
топқа бөлінеді. Омыртқа ортасына және кеуде қуысына. Омыртқа ортасы келері мойын омыртқасы 7 бөліктен, арқа омыртқасы 12 бөліктен, бел омыртқасы 5 бөліктен, сегіз омыртқасы 5 бөліктен және құйымшақтан тұрады. Кеуде қуысының түрлері шеміршек, қабырғалар, тіс және арқа омыртқасы. Қол қаңқасына бұғана, жауырын, тоқпан жілік, кәрі жілік, шыбық сүйек, білезік сүйектері алақан сүйектері жатады. Аяқ сүйектеріне жамбас, ортан жілік, асықсын, садақ сүйегі, өкше сүйектері және толарсақ сүйектері, көземлік, қашма сүйектері. Ал бұлшықет актив бөлігіне жатады. Бұлшықет тіні бұлшықет келесінен тұрады. Бұлшықетті сүйекке сіңірбейтейді. Бұлшықет жиырылу және босаңсу қабілетіне ие. Бұлшықет тірек қимыл жүйесінің ең белсенді бөлігі болып табылады. Ол тамаққа берілген және оның жиырылу нәтижесінде адам қозғалыс жасайды. Бұлшықет адам организмінде орналасуына қарай әртүрлі түрге бөлінеді. Олар мойын бұлшықеті, қол бұлшықеті, жамбас бұлшықеті, аяқ бұлшықеті. Бұлшықет ұлпасының 3 түрі болады. Көлденең жолақты қаңқа бұлшықет ұлпасы, көлденең жолақты жүрек бұлшықет ұлпасы, бірыңғай салалы бұлшықет ұлпасы. Жақсы. Мәні бойынша тақырыпты ашып көрсетті. Енді бір-бірімізді бағалайық. 2 жұлдыз бір тілек арқылы бағалаймыз. 2 жұлдыз бір тілекпен бағалайды. Себебі біз ол топтың арқасында бұлшықеттің қандай маңызды екенін білдік. Кішкене жақсы серігіп қалып қойдым, иә? Денеміз қозғалып. Ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Енді осы алған біліміміз бойынша қазір тапсырмалар орындаймыз. Бірінші орындайтын тапсырмамыз біздің кестені жүк бойынша орындаймыз. Әр сұрағына бір балдан қосылады. Уақытымыз аяқталып қалды балалар. Болса, жүктер бір-бірімізге тапсырмамызды беріп тексертеміз. Дұрыс жауап бойынша тексереміз. Несі балалар? Адам қаңқасының моделі, иә? Макеті. Кіржайғыш әдісі мына жерде бізде қаңқа сүйектері жазылған. Міне осы келіп бір-бірден қаңқа сүйектерін алып, дұрыс орналастыруымыз. Кім шығады? Келе ғой. Anaotan жетісті. Бұл аяқ қаңқасы. Аяқ қаңқасына жатыр, иә? Келесі. Келе ғой. Маған кәрі жілік түсті. Бұл аяқ қаңқа бөліміне жатады. Маған кеуде сүйек түсті. Ол бас қаңқасына жатыр, иә? Келесі. Омыртқа жотасы. Бұл тұлға қаңқасына жатады. Келесі. маған төс сүйек түсті. Ол тұлға қаңқасына жатады. Жауырын қол қаңқасына жатады. Келесі. Мамаға. Шындақ қол сүйегіне. Жақсы. Отыра қойыңдар. Міне біз сабағымызды тамамдадық.
бүгін міне адамның тірек қимыл қозғалысы туралы білім алдық. Адамның тірек қимыл қозғалысы қанға және бұлшықет бөлімдерінен тұратынын білдік. Қанға бұл тірек қимыл қозғалысының ең жадыгері болатын болса, ал бұлшықет қозғалысының белсенді бөлігі екендігін білдік. Енді бүгін барынша білім алуға тырысты ғой деп ойлаймын. Қандай білім алдық, сабақ сендер үшін қалай өтті, ұнады ма, қандай білім алдыңдар, сол туралы өздерінің ойларын айтып кері байланыс беріп жіберіңдер. Міне алдарында бүгінгі кері байланысымыз біздің бар. Жақсы, шұғыл айтып жіберіп, кері байланыс беріп жіберіп, бүгін Сабақ маған өте қатты ұнады. Бүгінгі сабақта біз қанға және оның түрлерімен таныстық. Яғни Бүгінгі бізге сабақ кезекті болды. Себебі біз бүгін сүйектен және бұлшықет және қан